Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге өлтірушінің естелігі атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Кореяда шаштары ағарып қалған Бёнсу дейтін еркек темір жол туннелінен шығып, көзі тартылып, не болғанын түсінбей жатқандай көрінеді. Аяқ киімдерінде теріс киіп алыпты. Келесі планда ол полиция учаскесінде отырады. 3 ай алдын одан деменцияны анықтапты, яғни алжу ұмытшақтық ауруы. Ол тағы да келді ма дейді офицер Ман. Қайда тұратынын кім екенін де білмейді. Сол кезде қызы Инхи жүгіріп кеп әкесін алып кетеді. Есіне түскен әкесімен тамақтанып отырып, оған жазып жүр деп диктофонды береді. Содан жаңалықтан қыздың мәйіті табылды. Бұл екінші қыз. Екі қызды да бір қылмыскер өлтіруі мүмкін деген хабар таратылады. Инхи құрбысының туған күніне бармақшы болады. Қызын уайымдаған әкесіне мені ешкім өлтірмейді деп кете барады. Инхиді өлтірмеуі мүмкін, себебі мен өзім өлтірушімін дейді Бёнсу. Компьютеріндегі күнделігін ашып, есінде бар нәрселерін жаза бастайды. Сөйтсе бала күнінде мас болған әкелері, анасы, әпкесі мен өзіне тыныштық бермей, оларды аямай ұрғылап күн көрсетпейді екен. Жақсы көретін ақ кроссовкасын құшақтап жатады. Ақыры шыдамаған Бёнсу керісінше әкесін тұншықтырып өлтіріп, кейін бір жерге көміп тастайды. Тұтқындайды деп үйде күтіп отырады, бірақ оны ешкім ұстамайды. Осылай үйлерінде тыныштық орнады деп жазып отырады. Бёнсу қоқыс санаған адамдарды, яғни отбасына, өзіне, адамдарға зиян тигізетіндердің өмірін қиып, тазалауды бастайды. Оларды бамбук орманына көміп, солай ол адамдар мен жануарларды құтқардым деп ойлайды. Бёнсу соңғы қылмысын 17 жыл алдын жасап, қайтқан кезде апатқа түседі. Сол апаттан кейін оның денсаулығы сыр бере бастапты. Мал дәрігері болып істейтін еркек ауруына қарамай жұмысын атқарып жүреді. Бір мысыққа уколын салып, сәлден кейін көз жұмады. Сөйтсе оған укол салғанын ұмытып кетіпті. Өзінің ары жеген Бёнсу жұмысын доғаруды қалайды. Қызы берген диктофонға түсте кеспе жедім, лекцияға барамын деген секілді өзінің жасаған және жасайтын нәрселерін жазып қояды. Поэзия лекциясына қатысып, қызы алжумен күресуге жәрдем береді деп ойлап сонда жіберіпті. Бірақ әкесі ол жерде өзін жайсыз сезінеді. Сол лекцияларда оған мисс Чоу дейтін әйелдің назары ауады. Кейін біреу аяқ қолы байланған, жыбырлаған бір қызды қылқындырып өлтіреді. Сөйтіп тұманды күні Бёнсу диктофонды алған кезде бір көлікке соқтығысады. Түсіп жақындағанда ашылып қалған багажниктегі сөмкемен жерге аққан қанды байқайды. Майлықпен қанға тигізіп қалтасына салып қояды. Жігіт, сізбен бәрі жақсы ма? Апатты ұмытайық. Багаждағы бұғы жүгіріп шықты деп кеткісі келеді. Бёнсу оның көздеріне қарап бірдеңе түсінгендей үңіліп, бұл менің кінәм, төлеймін деп өз визиткасын ұсынса, ал жігіт нөмірін бермей кетіп қалады. Бірден не болғанын диктофонға жазып алады. Кейін майлықтағы қанды микроскопқа салып, адамның қаны болып шығып, жігіттің маньяк екенін түсініп, Инхиге қауіп төніп тұрғанын ұғады. Полицияға көліктің нөмірі мен сөмкеден қан ақты деп хабарлайды. Ал олар болса офицер Мин, кеше қызметтен кейін қайда болдыңыз? Қоңырау түсті, көлігіңізден мәйіт көріпті, мүмкін сіз сол маньяк шығарсыз деп әріптестері Бёнсудың сөзіне сенбей, онымен әзілдеседі. Сөйтсе әлгі жігіт полиция екен. Бёнсу соңғы екі өлім бір-біріне ұқсас деп соғысқан жеріне кеп, диктофонға жазып, мен оның орнында болсам осылай істер едім деп бірден су қоймасына қарап сонда жетеді. Су жағасынан әлгі сөмкені тауып, ішінен қыздың мәйітін көреді. Полицейлер қызды шығарып, жаңалық таратылып, белгісіз біреу қоңырау шалып, алдыңғы өлтірулермен ұқсастығын айтты дейді. Соны естіген мен бірден түсініп, мысығын көтеріп, Бёнсудың емханасына келсе, онына дейін жабық деп жазып қойыпты. Сол кезде Инхи құрбыларымен өтіп жатып, әкем қазір қарай алмайды, ауырыңқырап қалды деп хабарлағанда, оның қызы екенін естіген мен бірден жымиып қалады. Ал Бёнсу Манды шақыртып, көліктің нөмірін ұстатып, біліп берші дейді.
Түнде қайтып жатқан Инхиге мин көлігімен жақындайды. Қыз құрбыларынан оның полицей екенін естіген ол қорықпай көлігіне отырады. Ал әкесі оны уайымдап күтеді. Сол кезде бір қыздың келе жатқанын көріп, қайтадан өлтіргісі келгендей Бьонсудың түрі өзгеріп, беті жыбырлап кетеді. Үйге кіретін кезде оның алқымынан алып қылқындырады. Сол кезде әке бұл мен дегенде оның есі оралып тоқтап қалады. Осыдан кейін Бьонсу есім арасында жоғалса да, қолым ескі әдетті өлтіруді ұмытпайды деп, мүмкін ана апатты өзім ойлап тапқан шығармын. Соңғы қылмыстарды өзім жасаған шығармын деп бір сәтке елестетіп, өзінен күмәндана бастайды. Ауруы ушығып жатқан білген ол, қызынан ауруханаға болмаса қарттар үйіне апаруын сұрайды. Бірақ Инхи өзім қарайлаймын деп жібергісі келмейді. Содан Бьонсу әйелдерге арналған ғибадатханадағы әпкесіне кеп, бұл жерде еркектерге арналған пана бар ма? Менде деменция деп онымен кездесіп кетеді. Лекцияға қатысып кететін кезде әлгі Чоу мені апарып тастаңыз деп көлігіне отырып алады. Бьонсуды әңгімеге тартқысы келеді. Кейіннен қызының менімен сөйлесіп келе жатқанын байқап, кім мынау деп қызын алып кетпекші болады. Мен полицей Мин Хэ Чумын дейді жігіт. Бьонсудың ұмытшақтығы қосылып, жігітті танымай қалады. Чоу жастарға кедергі болмайық дегенде, әйтеуір Бьонсуды көндіріп, оны көлігіне ертеді. Сіз кімсіз деп әйелді есіне түсіре алмай, оны жарты жолдан тастап, диктофонға Инхидің танысы пайда болды. Аты Мин деп жазып қояды. Ал жігіт болса қыздың сеніміне кіріп, әкеңізді таныдым, ол мені алдында көлігімен соқты деп, оқиға болған мекенжайды айтып, ол жақта не істеп жүреді деп әдейі қыздан сұрайды. Бұрында әкем жер сатып алып, бамбуктар еккен, арасында сонда барып тұратын жеткізгенде, жігіт ойланып бірдеңе түсінгендей болады. Ал Ман Бьонсуға көлік нөмірін біліп, ол полицей Мин Хэ Чуға тиесілі деп айтқанда, Бьонсу нөмірді бергенін ұмытып кеткенін көреміз. Сосын диктофондағы өзінің аудио жазбаларын тыңдап, Мин туралы айтқандарын естіп, оның өлтіруші екенін есіне түсіріп, қызым қауіптілікте деп оған қарай асығады. Жастар болса кинода отырады. Қызына хабарласып, қайда екенін біліп, кинотеатрға жетіп, залдарды аралап Инхиді іздейді. Адамдардың күлгендерін естіген Бьонсу түрі өзгеріп, неге келгенін ұмытып, ол да кино көре кетеді. Күліп, кино біткенде жылап, мен неге бұл жерде жылап отырмын деп, қызына келгені есіне түсіп, оны іздейді, бірақ таппайды. Қызын үйде күтіп алып, онымен кездейсоқ танысқандарын естіп, неге біреудің көлігіне отырасың деп ашуланады. Ол өлтіруші дегенде Инхи керісінше ол маған сені өлтіруші деп айтты. Мәйіт сенің жеріңнен алыс емес жерде табылды деп күдіктенгендей болады. Мен деп ойлайсың ба деген әкесіне жоқ дейді. Осылай Бьонсу мен Мин бір-бірінің кім екендерін түсінді. Кейін қан болған майлықты Манға тексертуге береді. Жігітке қызыма жақындама, мен сенің кім екеніңді, сен менің кім екенімді білесің. Егер жақындайтын болсаң өлтіремін деп оған ескертеді. Ол менен жас деп күші жетпейтінін біліп, жануарларды ұйықтататын дәріні дайындайды. Тағы да ұмытшақтығы өршіп, оның алдына Мин кеп, қызыңыз екеуміз отау құрамыз деп хабарлайды. Жігітті ұмытқан ол мәз болып, қызымды қалдыратын адам табылды. Енді ауруханаға бара берсем болады деп түрінің таныстығын айтады. Мин өткенде кездестік, тұрмыс құруға батаңызды бердіңіз дейді. Соны естіген Бьонсу қазір келем деп шығып, есіне түскен ол мен саған батамды бермедім деп уколын әкеледі. Бірақ оны қызының көзінше қолдана алмайды. Алжуы үдеп бара жатқан ол, егер мен қызымды танымай қалып, оны өлтіріп қойсамшы деп, қызын ұмытпау үшін оның суретін қиып, алқаға салып қояды. Сонымен майлықтағы қанның нәтижесі шығып, ол бір жануардың қаны деп келеді. Мүмкін емес деп сенбейді Бьонсу. Мүмкін Инхидің айтқаны рас шығар. Мен өлтірген шығармын деп бамбук орманынан алыс емес жерде табылды дегендерін ойында айналдырып, басы қатып отқанда әпкесі не боп жатыр деп келеді. Мен бәрін ұмытып жатырмын. Жақында қызымды да танымай қаламын деп көз жасы ағады. Кейін бөлмесіне кірсе, біреу оның компьютерін оқып отқанын көріп тұрып қалады. Сөйтсе түсіне әкесі кіріпті. Оянған Бьонсу қолымен мойнының байланғанын көріп түсінбейді. Мен оның күнделігін оқып отыр екен. Ашуланған ол оған жетуді ойлайды. Алайда жігітке байлаулы жіптен жете алмайды. Осы жерде жігіт майлықты бұғының қаны
маны болған майлықпен ауыстырып қойғанын айтады. Сол үшін ман тексергенде адам қаны шықпапты. Инхиді өлтірмеу үшін жігіт сен соңғы өлтірілген қылмыстарды мойныңа аласың деп дәрісінен алып толтырады. Яғни соңғы қылмыстарды Мин жасағанын түсінеміз. Бьонсудың мойнына уколды тығып құлатады. Жақында бәрін ұмытасың дегенде Бьонсу көзін ашады. Мойнын ұстап көріп, айналасына назарын салып, бірден есіне түскен ол әпкесінен Инхиді сұрайды. Оны оятып, ғибадатханада тәтеңмен бірге тұра тұрасың деп оларды таксиге отырғызады. Минді ұмытпай жатқанда оны өлтіру керек деп артынан аңдайды. Сөйтіп айдаладағы бір үйге жақындайды. Мин үйден бір сөмкені алып шығады. Кеткенде Бьонсу әйнекті сындырып үйге кіреді. Жан-жағын бақылап, тоңазытқышты ашып, ішінен камераны табады. Видеоны қосқанда лекцияға барып жүрген Чоудың өтінемін өлтірмеңіз деп жалынып жатқанын көріп таңғалады. Оны манға көрсетіп, Миннің қылмыскер екенін дәлелдемекші болады. Сөйтіп Минді кездесуге шақыртып, онымен тілдесіп, Бьонсуға 4 күн алдын Чоумен кездескен жоқсың ба? Оның телефонында сенің қоңырауың тұрды дейді. Ол ашуланып шабуылдап, бірақ оны жібермейді. Инхи қайда, мен оған хабарласа алмай жатырмын деген жігітке оның қайда екенін айтпаймын дейді. Сонда ман оны айтуға көндіріп, ол тәтесімен бірге дегенде Мин Инхи тәтесінің бұрында өлгенін айтқан еді десе, Бьонсу күліп жібереді. Телефоннан әпкесінің атын терсе, оның атымен нөмір шықпайды. Түсінбеген ол әпкесіне барғанын, қызын сонымен отырғызғанын есіне алып, мүмкін емес дегендей көлігімен полицейлерден қашып, әпкесіне қарай жол тартады. Ғибадатханаға келіп, оның ескіріп қалғанын көріп таңданады. Сөйтсе, жас кезінде әпкесі асылып қалған екен. Яғни әпкесі көзіне елестепті. Әлгі Чоуды қылқындырып жатқанын, одан кейін қызының алқымынан алғаны көзіне көрінеді. Полицейлер оның ұмытшақтық ауруы оған жаза кестіруге мүмкіндік бермейді деп, дәлелдерді көбірек жинау үшін оны ұстамайды. Кезінде Бьонсу әйелін көңілдесімен ұстап, жігітті өлтіріп, бамбук орманына әкеледі. Осы жерде Бьонсу Инхидің өзінің туған қызы еместігін түсініп, әйелін өлтіреді. Қайтып жатып, апатқа түсіп, жараланады. Үйге келіп, әке не болды деген қызына, сен кімнің баласысың деп мойнынан ұстамақшы болғанда, жараланған басы ауырып кетіп қиналады. Инхи әке не болды, қорқып жатырмын деп шырылдайды. Ауруы басылып, осы жерде алжу басталып, әйелінің айтқан сөзін ұмытып, қызын бауырына басады. Осылай бәрі есіне түсіп, басы қатып, Чоу мен Инхиді өлтірдім деп ойлайды. Диктофондағы барлық жазылғандарды тыңдап жатып, өзін жануарға салатын дәрімен өлтіруді ойлап, мойнына кіргізгенде диктофонға Бьонсуды байлап қойған жері жазылыпты. Ол сөмкені алатын кезде диктофонды байқаусызда басып жіберген екен. Екі қылмысты мойныңа ал дегендерін естіп, бұның бәрінің шын болғанын түсінеді. Ол кезде полицейлер бамбук орманын тінтіп, ондағы көмілген мәйіттер мен сүйектерді, Чоудың денесін табады. Бьонсудың қылмыскер екенін дәлелдеуге мүмкіндік алып, үйіне 2 қызметкерді жібереді. Бьонсу оларға қарсы тұрып, өзін ұстауға жол бермей, қаруын иемденеді. Сыртқа жүгіріп шығып, қызын отырғызып жіберген такси нөмірін есіне түсіруге тырысады. Әлсін есіне кеп, кейін толықтай есіне түсіп, ол Миннің көлігі екенін түсінеді. Яғни ауруының кесірінен оның көзіне Мин емес, таксиші боп көрініп, оған қызын отырғызады. Соны түсінген Бьонсу не істеп қойдым дегендей көзінен жас тамшылайды. Кейін манға хабарласып, Инхи Минда деп оған диктофондағы өлімді мойныңа аласың деген дауысын естіртіп, жігіттің қылмыскер екенін айтқысы келеді. Мин есептеме жазуым керек деп кеткенде, оның маньяк екенін білген ман артынан аңдайды. Ол орман ішіндегі бір ескіріп қалған үйге кіріп, Инхиге әкесінің маньяк екендігін айтқанда, қыз онша сеніңкіремейді. Орманнан бірнеше мәйіттер, мисс Чоудың денесі мен жоғалды деген сенің анаңда табылды деп сендірмек болады. Ман аңдып жатқанда, оған Бьонсу хабарласып, қайда екендерін сұрап біледі. Артынан Мин кеп, оны жіппен қылқындырып өлтіреді. Инхи кеп қап, өлген полицейді байқап, жігіттен қорқып қашады. Бірақ Мин оған демде жетіп, итеріп құлатады. Инхиді байлап тастап, айна алдында басының бір бөлігін алып, жарақатына қайтадан дұрыстап жауып қояды. Сөйтсе кезінде Миннің әкесі анасын ұрып жүріп, бірде анамды қорғаймын деп пышақты алғанда, арт жақтан басымнан үтікпен ұрды. Әкем емес, анам ұрды дейді. Яғни басындағы жарақат соққыдан қалып, содан кейін Мин қыздарды өлтіруге кіріскенін түсінеміз. Соны айтып тұрғанда Инхи бірдеңе қылып қашып кетіпті. Сыртқа шығып көлікте деп ойлап, есігін
ашып қарап жатқанда мына жақта қатты жылдамдықпен Бьонсу кеп көлікті соғады. Өзі аман қалып, Мин қимылсыз жатады. Тез үйге кіріп, қызын іздейді. Сол кезде бір перде самалмен желпілдеп тұрып, артынан Инхидің басы көрінгенде әкесінің ауруы қозып, Инхидің кім екенін ұмытып, айналасына қарап, қайда екенін білмей абдырап қалады. Жігіт ішке кіргенде одан кешірім сұрап, қайдамын, не істеп жүрмін деп білгісі келеді. Ұмытшақтығы оралғанын түсінген Мин, сені қазір жібермеймін деп қызды іздемек болғанда, аурудан қызын ұмытқан әке ана жақта деп сілтейді. Қызды тапқан жігіт оның көзінше Бьонсуды орамалмен қалқындырып өлтірмекші болады. Инхи скотчты еденге тырнап, әйтеуір аузын ашып, әке деп еңіреп оны шақырады. Дауысын естіген Бьонсудың есі оралып, қызын танып, жігітке бір қарап, қалтасынан қаруды алып, оған кесе батады. Оқтан қашып, Мин босатып жібереді. Солай екеуі арпалысып, Бьонсудың күші жетпей таяқ жейді. Оны әр жаққа ұрып, үтіктің тоғымен қылқындыра бастайды. Жыбырлаған Бьонсу амалын тауып, үтікті сымынан үзіп, оған шабуылдайды. Бірақ бәрібір жігіттің күші басымырақ болып, қайтадан мойнына орамалды салып буындырады. Инхи сынған шишамен қолын босатып, әкесіне көмекке ұмтылады. Алайда Мин қашып үлгеріп, арқасына асылған Инхиді лақтырып жіберіп, оны талдырып тастайды. Бьонсуды да жығып әлсіретеді. Оның өлгенін көресің ба деп, Инхиді өлтіру үшін бөтелкені алып жақындамақ болады. Қауқары кетіп жатқан Бьонсу жоқ деп аяғына жармасады. Жігіт бөтелкемен басына қойып қап, қолында қалған бөтелке басымен қызға қадам басады. Бьонсу берілмей оны тартып құлатып, ұстап еденге лақтырып, әлсірей бастаған жігіттің үстіне шығып, бар күшін салып, оны қылқындырады. Бірақ жігіт бүйіріне шишаны тығып құтылуды ойлайды. Ал Бьонсу болса қайтпай бүйіріндегі шишаны шығарып, оның жүрегінен аямастан соққылайды. Есін жиған қызы жылап қарап жатады. Мин көз жұмғанша оны ұра береді. Бьонсу қызына бәрін мойындап өлтіруші екенін айтады. Уайымдама, сенде менің қаным жоқ. Туған қызым емессің. Сол үшін сен қылмыскердің қызы деген атқа ие болмайсың деп шындығын жаяды. Содан полицейлер Бьонсуды алып кетеді. Уақыт өте ауруханада жатқан оған прокурор кеп, есі ауыспай жатып сұрақ қояды. Ал мына жақта Инхи диктофонды қосып, Инхи менің қызым, менді өлтірмесем қызым өледі. Бұл ары қарай өмір сүруім үшін жалғыз нәрсе деп жазыпты. Соны естіген Инхидің көзінен сорғалап жас ағады. Ауруханада жүрген Бьонсуға Инхи келеді. Оны көрген әкесі әпке деп қызы емес көзіне әпкесі ретінде көрінеді. Инхи оның шаштарын алып, бала кезде армандаған ақ кроссовкасын кигізеді. Арасында есі оралып, Инхи келген сайын өмір сүргін келеді. Бірақ бұнымен аяқтау керек деп сөмкесінен уколды алып, мойнына тыққанда оның ауруы қозып, есіне Минхе Чу түседі. Сөйтіп фильмнің басы осы жерден жалғасады. Туннелден шыққан Бьонсу алқасындағы Миннің суретіне қарап, алдында жігіт көрінеді. Көздері тартылып, жігітке назар салып тұрып, өзіңнің есіңе сенбе, Минхе Чу әлі тірі деп фильм аяқталады. Осылай біреуі әкеден қорлық көріп маньякқа айналса, біреуі анасынан соққы алып сатқындығына шыдамай маньякқа айналады. Екеуі де отбасындағы жанжалмен, ұрып-соғумен таяқ жеп өсіп, психикаларына кері әсерін тигізді. Бьонсу аурудан кейін қызы үшін барынша жақсы адам болуға тырысып, өмірін өзгертуді қалайды. Жас маньяк пайда болып, қыздар мен мисс Чоудың өмірін қиып, қылмыстарды Бьонсудың мойнына ілмекші болады. Бьонсу қызы үшін уайымдап, сол арқылы ол соңғы қылмысын жасап, Минді өлтіріп, Инхиге бар шындықты жеткізеді. Егер кино ұнаған болса, лайк басып, арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.